Ауруыңыз туралы ешкімге айтпаңыз. Аурулар туралы айтуға болатын жалғыз адам – ол дәрігер. Аурулар сан алуан түрлі болғандықтан оларды емдеудің де көптеген жолдары бар. Ауру не артықшылықтан, не кемшіліктен болады. Яғни тепе-теңдіктің бұзылуынан болады. Дәрігер емдейді, табиғат жазады. Сана ең жақсы дәрігер. Дәрігер пайда жасай алмаса, зиян келтірмесін. Ауруды емдеп қана қоймай, оны тудыратын себептерге қарсы күресу керек. Егер ұйқы азапты жеңілдетсе, ауру өлімге әкелмейді. Өмірін өзгерткісі келмейтін адамға көмектесу мүмкін емес. Көбінесе ең жақсы дәрі бұл дәрісіз емдеу. Үмітсіздіктен науқас өзін өлімге жақындатады. Ештеңе бекер болмайды. Егер бір оқиға орын алған болса, оның себебі барына сенімді болуға болады. Ешкім шектен асып кетпеуі керек. Өмір даналығы әр нәрсенің өлшемін білу. Сенің тамағың дәріге айналсын. Адамды ұзақ уақыт бойы иемденген қорқыныш пен қайғы оны ауруға бейімдейді. Артық жұмыстан пайда болған ауру тынығу арқылы жазылады. Ал бос жүруден болған ауру еңбекпен жазылады. Адамның миында көптеген аурулардың себептері бар. Гимнастика, дене шынықтыру жаттығулары, серуендеу еңбекке қабілеттілігін, денсаулығын, толық және қуанышты өмірін сақтағысы келетін әрбір адамның күнделікті өмірінде берік орнығуы керек. Ми, ләззат, күлкі мен қуаныш пайда болатын жер. Қайғы, мұң, көз жасы да сол жерден шығады. Сағыныш пен мұң себепсіз келмейді, және себепсіз кетпейді. Егер ауру адам ақыл-ой мен тәбеттің болуын сақтаса, бұл емделудің ең жақсы мүмкіншілігінің белгісі. Адам таныс нәрселермен қоршалғаны жақсы, бірақ анда-санда қоршаған ортаны өзгерту керек. Аштық адамды әлсіретеді, күшін кетіреді және өлтіреді. Ауыр тамақ адам ағзасын бұзады, сондықтан ортасын іздеу керек. Мөлшерден тыс тамақтану ауру тудырады. Аурудың бір бөлігі тек өмір салтынан туындайды. Ұйқы мен шамадан тыс ұйқысыздық жаман белгі. Тұрақты шаршау ауруды шақырады. Егер ағза тазартылмаса, кез келген тағам оған зиян тигізеді. Өз білімі мен өнерімен мақтанатындардан аулақ болу керек. Суық тер ауыр аурудың куәгері. Ауруды емдеу тек дәрігердің немесе дәрі-дәрмектің шеберлігін ғана емес, науқасқа деген үлкен қамқорлық пен мейірімді де қажет етеді. Дәрігер оған науқас жүгінген кезде ауру туралы түсініктемелер мен пікірталас күтпейді, көмек күтетінін есте ұстау керек. Созылмалы аурулар әсіресе қыс пен жаз ауысқанда, яғни көктем мен күзде күшейеді. Адамның жағдайын өлшейтін жалғыз өлшем оның сезімі. Еш нәрседе және ешқашан кездейсоқтықты жоққа шығаруға болмайды. Өмір бұл көптеген өзгерістер тізбегі. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.